Қазақстаным, жаса Қазақстаным, оу талма Қазақстаным, самға Қазақстаным. Желбіреген жалауы қазағым-ау, еркін ерікті елім, қалықтаған наз әнім-ау. Алтын арай аспаным тазамын-ау, жасай бер жаса Қазақстан. Қазақстаным, жаса Қазақстаным, оу талма Қазақстаным, самға Қазақстаным. Қазақ елі бүгінде шын қуаты, аты әлемге аян, жарқын жандар күн шуақты. Болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.
тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Армысыздар, құрметті қалайық, қонақтар, оқушылар мен ұстаздар. Белгілі қаламгер Гюго ұлы адамдар өз ескерткіштерінің тұғырын өздері орнатады, мүсінін болашақ соғады деген екен. Кейінгі ұрпаққа мәңгі өлмейтін сөз қалдырған, көсем сөздің зергері, би ағамыздың нөмірі 7-ші мектеп гимназиясына есімін беру, ескерткіш тақтаның ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Бүгінгі қуанышты күніміздің куәсі ретінде Қостанай облысына танымал ақын жазушыларымыз, ата-аналар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, білім мекемелерінің басшылары, Рудный қаласы әкімінің орынбасары Скоредина Елена Вадимовна және де арнайы осы іс-шараға қатысып отырған би ағаның немересі Сейітжанова Дәметер Әбілқасымқызы, Бейімбет Майлин атындағы қордың президенті, қаламгердің шөбересі Мұстафина Салтанат Әбүйірқызы келіп отыр. Осы жиынды салтанатты түрде ашу үшін Рудный қаласы әкімінің орынбасары Скоредина Елена Вадимовнаға және би ағаның немересі Дәметер Әбілқасымқызына сөз кезегін береміз. Уважаемые гости, уважаемые присутствующие ученики, от имени акима города Рудного Гаязова Буржан Тимировича я рада приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном открытию мемориальной доски писателю, драматургу, основоположнику казахской советской литературы Беймбету Майлину и присвоению его имени школы-гимназии номер 7 города Рудного. Нам очень приятно, что на этом мероприятии присутствуют потомки Беймбета Майлина, его внучка и правнучка. У казахов есть высказывание «Величество гор виднеется по мере отдаления издалека». Также и величество казахского писателя Беймбета Майлина приумножается со временем, а его произведения стали драгоценными сокровищами казахской литературы и народа в целом. И нам отрадно, что имя Беймбета Майлина присваивается именно этой школе, гимназии номер 7. Школа была открыта почти 10 лет назад. За этот период она получила статус инновационного учреждения и является одной из передовых школ Кустанайской области, да и республики в целом. В
2019 год станет исторически значимым годом для школы гимназии номер 7. На пороге десятилетнего юбилея именно ей присваивается имя великого просветителя казахского народа, литературного и общественного деятеля, блестящего акына и драматурга Байымбета Майлина. Мы знаем, что школа достойна этого имени и в будущем своим педагогическим трудом, учебными достижениями и творческими победами будут прославлять его имя. От имени акима города Рудного мы хотим подарить вот этот сертификат, этот сертификат на приобретение мультимедийного проектора и экрана за высокие показатели в работе в честь присвоения организации образования школы гимназии номер 7 имени Байымбета Майлина. Келесі сөз кезегін Биағаның немересі Дәметер Әбілқасым қызына береміз. Сәлеметсіздер ме? Құрметті оқушылар, құрметті ұжым, Байымбет Майлин атындағы гимназия, 7-ші гимназия бүгін ашылып жатыр. Енді ашылғанда барлықтарыңызға айтатым, қонақтар осында келген. Барлықтарыңызға құтты болсын деймін. Осы Рудный қаласында, Қостанай облысында, атамыздың елінде осындай мектеп ашылып жатырғанда біз өте қуаныштымыз. Барлықтарыңызға әкімшілікке, Қымбат Исламбековна, осы сіздерге, азаматтарға, барлықтарыңызға рахметімізді айтамыз. Міне әдейі атамыздың осы Рудныйды әдейі өткенде, Қостанайға келгенде айтқан, осы мектеп ашылып жатыр, сонда шақырамыз деп әдейі келіп отырмыз. Міне мен Петропавлдан келдім, жаңа Салтанат Алматыдан келді. Мына жерде міне Қостанайдан өзіміздің туған туысқандарымыз келіп жатыр. Рахмет айтам, мейрам келіп жатыр. Ол да атамыздың, Байымбет атамыздың немерелері. Сіздерге тілейтінім зор денсаулық, мол бақыт. Мына балалар жақсы оқып, осы би атандай дана болыңдар балалар. Мына мектеп өте жақсы болады. Жаңа сіздер айтып жатырсыздар. Армандарына жете беріңіздер. Осындай би атам биігіне осындай бәріміз кеңеле берейік. Мен өте қуаныштымын. Байымбет атамның ұрпағынан, бәрінің атынан алғысымды білдіріп, тек қана қызықта кездесе берейік. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Мемориалды тақтаны ашу рәсімін Биағаның немересі Дәметер Әбілқасым қызы және қала әкімінің орынбасары Елена Вадимовнаға беріледі. Такое было принято решение. Я так думаю, что школа достойно будет нести имя Байымбета Майлина. Рассуждений не было в присвоении школы гимназии номер 7. Было такое решение, естественно. Да, мы это подтвердили. Ну, я приглашаю вас совместно с вами, наверное, да? Цветы, да? Так, ну что, вернемся, да? Вернемся. Пойдем. Биағатын иемденіп мектебім, асқақтатып ақын атын әндетер, әдебиеттің үш бәйтерек алыбын, ұлықтаса, халқым бүгін мәңгетердей келе. Сіздерді Биағатындағы білім ошағына төрлетулеріңізді сұраймыз. Жаныма тосылмайтын жарс азы қалам. Атақты айт күндері күлпашыңның аштығын ызғар есеп азынаған.
үш бәйтерек. Үшеуінің де жөргегі ұланғайыр бір даланың топырағы. Бірі кіндік ортасында, бірі теріскенде, бірі күнгей шығысында, бір жылда туылды. Үшеуі де бір жаздың алғаш майсасынан нәр татып, бір қыстың алғаш ызғарынан қар басыпты. Биылғы жылы үш бәйтерегіміздің туғанына 125 жыл болды. Талантты жазушы Иса Байзақов үш бәйтерекке берген бағасы өте өлшеусіз деп есептеймін. Ол кісі Бейімбет Майлинге сен тобылдың өзенісің десе, Сәкен ағамызға арқаның асауы деп теңеуді тауып айтқан екен. Ал Ілияс Жансүгіровке Қоңтайшының шыңындағы жартас деп баға беріп өткен. Қазақ халқы үш бәйтерек деп атап өткен Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин қазақ әдебиетінде арынды ақын, қарымды қаламгер, талантты драматург ретінде үлкен үлес қосып кетті. Бұл кісілердің қазақ әдебиетінде қалдырған еңбегі өте зор. Және де ешқашан ұмытылмас үлгі. Назарларыңызға рахмет. Құрметті қонақтар, сіздердің алдыңызға мен Бейімбет Майлиннің қазақ әдебиетінде қалдырған еңбегі, орны жөнінде айтқым келеді. Жалпы Бейімбет Майлин қазақ әдебиетінде драма, поэзия, проза салаларында өнімді еңбек еткен қаламгерлердің бірі. Замандастары Бейімбет Майлин еңбек орнынан реализмді жақсы сипаттай білген, әрбір шығармасында тілге тиек ете отырып негізге алғанын айтып кеткен еді. Бейімбет Майлин бізге қалдырған мұралары өте көп. Көз тірісінде ғана Бейімбет Майлиннің 55 кітабы жарыққа шыққан екен. Бейімбет Майлиннің ең алғашқы еңбегі Айқап қолжазба журналында, Садақ қолжазба журналында, Айқап журналында, қазақ газеттерінде жарияланды. Алғашқы өлеңдерінен бастап Бейімбет Майлин сол кездегі қазақ халқының мұң-мұқтажын, өмірін, қиыншылығын сипаттай отырып, әсіресе кенді, азаттықты тілге тиек еткен екен. Оның көптеген шығармаларынан көруге болады. Бейімбет Майлин проза жанрында да өте көптеген еңбектері бар. Бәріміз тек қана азамат роман білетін болсақ, жалпы Қоңсылау, Қызыл жалау романдары аяқталмай қалған екен. Сценарист ретінде де Бейімбет Майлин еңбегі өте көп деп айтуға болады. Қайырлы құрметті қонақтар, мен робототехника үйірмесінің жетекшісі Серікбай Ниязбекұлы. Биағаның құрметіне біздің оқушылар өздерінің роботтарын құрастырған болатын. Яғни бұл бірінші манипулятор, яғни қазір оқушым сіздерге арнайы программаның көмегімен, яғни араларыңыздан рөлдеріңіз шығып, өздеріңіз жасап көріңіздер. Не, қараңыз. Бұл жерде робот No, I know. Ана іліп алса жүде бар ғой. I know. No. Манипулятордың басты мақсаты, яғни мынау затты басқа алған жерге апару. Төмен түсіріп ана іліп алады, не? Төмен тұрыңыз. Жақындатып бойласып бәрекелді. Енді бізде робототехниканың екінші түрі, бұл неге шығармашылық болатын болса, бұл спортта олимпиада, сумо жарысы. Екі робот бірдей сияқты, бірақ мынау мини-сумо, мынау үлкен сумо. Габариттері бойынша 15-15, мынау 25-25, бірақ та бұл 25-ке тақалмаған. 20-да бір 20 сантиметрден асады. Қалай ойлайсыздар, қайсы робот ұтады? Үшеуі таталысыздар. Үлкен. Енді қазір салыстырып көрейік, жалпы бізде арнайы алаң бар. Жалпы барлық олимпиада түрінде, яғни 3 раунд болады. Қазір оқушылар біз 2-3. Аман жоқ. Шиырында. Аман жоқ, қашық қорқа бастады. Яғни үлкен робот көрді. Негізі роботтың айнама болған қой сияқты ана стойканы көріп қалды негізі. Ана көздері сияқты, сол себепті бұл робот қалды. Армысыздар, құрметті қонақтар.
сіздер білесіздер ме? Қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі өз кезінде маңдайалды журналист болған Бейімбет Майлин Қостанай уезі Дамбар болысы 8-ші жыл атаған Ақтөбе деген жерінде орташа отбасында өмір сүрген. Ол 1894 жылғы 15-ші қараша. In the year 1910 to 1913, he had private classes in the Dambar College. In 1913, he studied at the Wasifa School located in Troyes town. The same year, his first ever article named Kostanay County Dambar Volos was published in Arkav magazine in 1913. In 1914 to 1916, he studied at the Gala Religious School located in Ufa. Весной 1925 года Бейімбет был переизбран в газету «Великий Казак». Он был редактором газеты и народным комиссаром по чтению с голоса Бакасовым был внесено решение райкома, несмотря на то, что Костанайский губком не хотел его отправлять. Сначала секретарь, вскоре был назначен заместителем по литературе. В том же году с голоса Бакасов написал предисловие и издал первый сборник под названием «Стихи», где оценил Бейімбета как сельского поэта. Ең қызығы, республикамыздың алғашқы өнер ордасы музыка театрын қалыптасып, күш сауына қосқан кезі сол. 1934 жылдары Қытай әуезді Аймар Шолпан, Ғабит Мүсіреповтің Қыз жібек, Бейімбет Майлиннің Шыға атты музыкалық драмалар сахнаға шығарылып, өнер өрісі кеңейе түседі. Есімің кім бала? Айналайын Қоша ханым. Ата-ана кім? Қоша ханым, айналдым Бота ханым. Балам, қанеса ұсақтарын береші маған. Айтып шықшы қанеке. Балам. Бас бармақ, бас бармақ. Шылдырышым ек. Кішкентай. Ойбай балам, қонақтар келіп қапты ғой. Амандашы бар, Беймұхамбет. Балам, амандашы. Балам, қонақтарға нанауыз деймізші, Беймұхамбет. Кішкентай Беймұхамбеттің беріп атқан нанауыз деймізде. Айналайын Қоша ханым, отырыңыз. Енді әрі қарай жалғастырамыз. Сәлематсыздар ма? Қара сөздің бас жүлдері Бейімбет Майлин атты кітап көрмесіне қош келдіңіздер. Бұл кітап көрмесі 2019 жылдың қаңтар айынан бастап біз осы көрмені ұйымдастыра бастадық. Көрмеміздің негізгі мақсаты біздің би ағамыздың өмірі мен шығармашылығын балаларға насихаттау, үйрету және оқырмандарға. Біздің енді көрмеміздің би ағамыздың 125 жылдығына арналғандықтан біз өзіміздің көрмеміздегі ең бірінші материалдарды республикалық, облыстық, қалалық баспасөз басылымдарының беттеріне бастап жинадық. Одан кейін жайлап кітапханамыздағы кітаптарын және осы қалалық кітаптардан, ата-аналардан сұрап осы кітап көрмесін ұйымдастырдық. Бір романы, аяқталмай қалған 2 романы бар. Ол романы Азамат Азаматович. Сонымен қатар би ағамыз туралы естеліктер жинадық. Біздің ұлы ақын жазушыларымыздың пікірлері туралы буклет жасадық. Көрмені тамашалағандарыңызға назарларыңызға. Бұл бұйымды мен жұмысымның соңынан жасадым.
жылқының қылын ежелгі аталарымыз қамшы өрімден пайдаланса, қазіргі уақытта жарамсыз дүние болып бара жатыр. Осы бұйымды жасағанда мен қылға екінші өрім сыйладым деп ойлаймын. Қолыңызға пайдаланыңыз. Мыналар немен ойлайсыз, қандай аспабындар? Лобзик қыл арасында. Қолмен және де электрический ойын. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Бүгін біздің мектеп қабырғамызда ұлы тұлғамызға арналған шығармашылық жұмыстардың көрмесі жүруде. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде қолөнердің көптеген түрлері байқалады. Саз балшықтан мүсін жасау, жүннен киіз басу, бау тоқу, ши тоқу, кілем тоқу, портреттер, суреттер салу сияқты көптеген жұмыстар. Олардың біразы би ағамызға арналып жасалған. Мысалы, менің құрбым Бейімбет Майлиннің Күлпаш атты шығармасын жүннен киіз басу арқылы бейнелеп шығару үстінде. Дана болса саз балшықтан Бейімбет Майлиннің мүсінін жасауда, портреттер, суреттер салынуда. Олар әрине өздерінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін мектебіміздің мұражайына құрметпен, сыймен табыс етеді. Мен біздің мектебімізде осындай керемет іс-шаралар сонымен қатар оқушылардың қабілеттерін арттыратын жұмыстардың жүргізіп жатқанына өте қуаныштымын. Дианың сөзбен салған суреттері мына оқушылардың шығармалары. Аяғына кейін аяқтап шығасың? Әрине, мұражайға сыйға тартамын деп отыр. Оқушылар шығармашылығы. Мен суретін салсам, мысалы, неше минутта салып шығасың? 2 сағатта дейді? 2 сағаттың үстіне салып шығамын. Қонақтар, қош келдіңіздер. Біздің істеріміз сәл қазір ассоциация жасаймыз. Сіздердің алдарыңызда Қостанай өңірінің ұлы тұлғаларының, зиялы азаматтардың портреттері қойылған. Енді сіздерден сұрайтыным осы ұлы тұлғаларымыздың тұтынған заттарының қайсысын сәйкестендіріп қоюларыңыз қажет. Мысалы, мынау қылқаламды алатын болсақ, осы үнемі қылқаламы қасында сиясы кеппей, үнемі жазу үстінде отырған біздің ұлы жазушымыз белгілі бұл Бейімбет Майлин болады. Міне сол сияқты сіздер де белсене қатысып, осы заттарды сәйкестендірсеңіздер. Міне қолдарыңызға алып болады. Сәйкестендіріп қойыңыздар. Ана тілі газетіндегі... Мынау карта ма? Иә. Қолтаңба, ана тілі газетінде қолтаңбасы үнемі қойылады бізге. Ахмет Байтұрсынұлы. Мынандай бас киімді мен ерекшеленіп, көрінген киген бұл бізде Ахмет Байтұрсынұлы. Сонымен бірге мынау сауаттылығы төмендерге арналған осы кітаптың авторы бұл Бейімбет Майлинге тиесілі болатын. Сонымен қатар мысалы Міржақып Дулатовтың мысалы ерекше қалпағы сонымен қатар мынау енді мынандай тарихи машинка тұтынған жалпы жазушы қауымына ортақ, қаламгерлерге ортақ. Осындай біздің сонымен қатар міне осындай галстугын Қырық мысал жинағы авторы бұл бізде Ахмет. Рахмет сөмке. Әрине бұл сөмке бәріне ортақ. Бұл жазушылардың ең қолында не болады. Бұл Мырқымбайдың Рай ойнайды екен. Әлі санаймыз. Санап саламыз дорбамызға. Дорбамызға санап саламыз. 16 жарайсыз. Бір
Ой, бұл жаным-ай, Құдайға соншама не істеп қойды? Қайғырма балам. Құдай жазса сенің де қуанышты сәттерің болады. Құдай қандай күнге жеткіз. Авторының аты кім және қайшы мамадан іздеді? Айтауы Енші бала біздің мектебіміз кімнің атымен аталады? Көп жауабы. Бейімбет әкесінің қайтыс болғаннан кейін шешесі Гүлзар және әкесі Байғұстың қолында тәрбиеленді. Мұражайға ертең адам болып қалу үшін барады. Мұражай өзін жаратылысы жағынан ғылыми зерттеу және мәдени ағарту орны болып табылады. Біздің мектебіміздегі мұражай оқушылар мен мұғалімдердің шығармашылық орталығы десе де болады. Мұражайдың негізгі жұмысы тарих арқылы тарихи ұлы тұлғалардың өмірі, шығармашылығы, тарихи оқиғаларды насихаттау. Сол арқылы болашақ ұрпаққа адамгершілікті, патриоттық рухты тәрбиелеу. Ешкімде еш уақытта ұмытылмайды дегенде, алдарыңызда Қостанай өңірінің ұлы тұлғалары Шоқан, Ыбырай, Ахмет, Байтұрсын, Міржақып, Бейімбет тағы да басқа ағартушыларымыз. Ал бүгінгі күннің көшбасшылары Серікбай Оспанов, Нағашбай Мұқат, Ақылбек Шаяхметов. Біз сіздермен мақтанамыз. Бұл кісілер еліміздің өркендеуіне өздерінің көп үлесін қосты. Солардың ішінде ақын, жазушы, драматург Бейімбет Майлин есімі мектебімізге берілгеніне қуаныштымыз. Мұражайға келушілер, мен сіздерге Ақылбек ағамыздың «Ақылынан айналайын биақ» атты шығармасынан тарту етемін. Ақылынан айналайын биағы, мен де тудым өзің өскен ұяда. Бірақ неге көз болдырап кетеді, өзіңе ұқсап көз жіберсем қияға. Тағдыр айдап түскеніңде түрмеге, сезбедің бе жылан барын іргеде. Қара беттер өмір сүрген қоғамда ақ нәрсеге тез шығады кірнеге. Жау жағадан бөретектен алғанда, талай арыз кетті ғой деп арманда, нелер сұмдық өтті ғой деп басынан, кейде менде қарғыс айтам жалғанға. Енді сөз кезегі Нұргүл апайға берсек. Алдарыңыздағы еңбектер, фотосуреттер, шығармалар Бейімбет Майлиннің өмірі мен шығармашылығынан сыр шертеді. Жақсының аты өлмейді, ғалымның қаты өлмейді дегендей, осы пішірімді Бейімбет Майлиннің өмірі біз үшін өшпес мұра, бай қазына. Біз ауыл молдасынан Бейімбет Майлиннің ауыл молдасынан білім алған білеміз. 1914 жылы Уфа қаласында Ғалия медресесіне оқуға түседі. Осы медреседе Мағжан Жұмабаев пен башқұрт жазушысы Сайфи Құдашпен де бірге білім алады. Сонымен қатар Бейімбет Майлиннің ғұмырлы өнегелі өміріне құжаттар, үзеңгілес досы Ілияс Жансүгіровпен жазған хаттары бұл жерде бізде орын алған. Сонымен қатар Бейімбет Майлинге арналған біздің мектебімізде ғылыми конференциялар, мұғалімдер арасындағы ғылыми жұмыстар жүргізіліп отырады. Мысалы, мектебіміздің үздік шәкірттері Бейімбет Майлин туралы жазған шығарма эсселер жинағы, Бейімбет Майлинге арналған өлеңдер жинағы, бұл жерде республикалық үлкен мұғалімдердің ғылыми тәрбиеге арналған өлеңдер жинағы жазылған. Бұл жерде Бейімбет Майлин туралы шығармалары,
кітаптары шектеді және оқушыларға арналған электрондық нұсқада да сақталып тұр. Мысалы өзіміздің үздік оқушымыз Мамат Ерболдың 6-шы сынып оқушысы Би ағамыздың қара шаңырағында бейнелеп көрсетіп отырған танысуға болады. Кешеде рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша мектебіміздің үздік жоба жұмыстарымен танысуға да болады. Сонымен қатар біз мұражайымызға ең бірінші сәулеттік құрылыс киіз үйді де орналастыруды жөн көрдік. Себебі оқушыларымыздың киіз үйдің әбділерін бірі білсе, бірі білмейді. Қазақтың қай бұйымы болса да не теріден, не ағаштан жасалған. Мысалы, мына ағаш сабақпен танысаңыздар, 1838 жылы Торғай жерінде ұсталған көне жәдігерлеріміздің бірі. 1838 жылы Торғай жерінде ұсталған көне жәдігерлеріміздің бірі. Мына жерде асханада ұсталған құнды заттарымызбен танысуға болады. Мұғалім мектеп жүрегі дегенде, біз сонымен қатар үлгілі ұстаздармен, үздік оқушыларымызбен де мақтан аламыз. Мұғалімдеріміз облыстық республикалық қарғалық жастардың жеңімпазы. Оқушыларымыз бүгінгі күні алтын белгі үздік аттестат иегерлері болып табылады. Мына жерде Бейімбет Майлиннің көркем шығармаларын туынды үзінді жерден оқушыларымыз көмірмен салған суреттермен де танысуға болады. Бейімбет Майлиннің шығармашылығы. Мұражайымызға арнап қолтаңба қалдыруларыңызға болады. Қолтаңбаларыңызға. Құрметті қонақтар, осы жерде менге арнайы білім ошағында Ақылбек аға өз пікіріңізді осы жерде білдірсеңіздер деймін. Кітапты қарап отырмын, жай тұр ма, әлде оқыды ма десем, ішінде оқиды екен. Сіздің жаттап алған Өте жақсы. Рахмет сіздерге. Атамызды кішкентай атамызды көрдік, әжесін көрдік. Отбасын көрдік. Мынандай нені сабасыздар. Сіздерге сол осы тілейміз. Ертаңдай балаларымыз өздеріңіз данамыңыздар, әрқашан қолдап жүрсін сіздерді. Мұғалімдерді айтып жатырмыз, ұстаздарға бәрі рахмет. Міне осындай жақсы азаматтар өсіріп жатыр. Осы жерде осы мектептен тек қана осындай міне Қостанай өңірінің ұлы тұлғалары ұлы азаматтар болсын. Мына баламызды міне өлтір. Жаңа ғана балалар бәрі көрсетіп жатқан балалар сол бәріптен үлкен азамат болыңдар, айналайын, жақсы отыр. Дана болыңдар. Рахмет, енді бияған мұражай ғұмыры ұзақ болсын. Жаңағы балаларды көріп бәріміз мәз болып қалдық. Мұнда Мырқымбайдың, Раушанның, Азаматтың, Күлпаштың, Мақтының ұрпақтары жүрді, қыздар мен балалар. Ертең оларға бияған азапты дағдырын бермесін. Мына тәуелсіз еліміздің жақсы жемісін көруге жақсы тілегіміз сол. Ана балаларды жақсы ұйымдастырған екенсіздер. Көргенде жақсы көңілімізде әдемі әсер бар. Және Рази апамыз бен Өсім апамыздың көз көрген немерелері мен шөберелерінің қатысып отырған бір ғанибет. Соған ризамыз. Алыстан мінекей, біреуі Қызылжардан, біреуі Алматыдан мінекей арнайы келіп жатқандар. Ұзағынан болсындар.
Нет, никто не назвал ее болтливой или храпуней, какой теперь не найти во всей степи. Девушка Шуга, очень седая, это степная Джульетта. Она всем сердцем полюбила Абдрахмана, хотя он сын бедняка, и молва называла его беспошником и неправоверным. Абдрахман, вставай, мы увозим тебя в Волгу. Что? Абрай, куда вы едете? Меня увозят в волос. Хошь? Ой, нет, Господи. После этого Шуга очень сильно заболела. С каждым днем ее состояние улучшалось. Бейімбет мамин өмір баяны туып өскен жері қазіргі қостанай облысы Таран ауданы. Бір жасқа толмай әкесіне айырылған 6 шоғыр жасында анасынан айырылған жетімдіктің зардабынан байларға құл болған алғашқы ауыл молдасынан оқып сауат ашқан 1901-1905 жылы аралығында Троицк қаласында Лайсифа медресесін қосырайдағы орысша, қазақша, түркше, фарал медресе ағайында оқып ілім алған. Сауатсыздықты толық жойып алға тартқан. 1916-1919 жылдарда мұғалім болады. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан, іздемей-ақ табылар. Балалар, оқуға бар, жатма қара. Жуынып киініңдер шапшаңырақ, шақырды тауық мана әлде қашан қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адамда, ұшқан құста, жүрген аңда, жұмыссыз жүрген жоқ ешбір жан. Өзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, тіл кетті, дін нашарлау халарам боп. Қазағым, енді жату жарамасты. Найса менен түтте дағы жатырсың, қазақ оянбай. Мұңды жарқау ұйқыны, бердің бізге оян. Кел балалар оқылық, оқыған көңілге ықылас пен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы, бір жұтасаң жоқ болар. Оқымыстың байлығы, күннен күнге көп болар. Еш жұтамақ жоқ болар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сиса гүлек үстіне тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған. Тоғайлар шат, ыңжың орман шығады, тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы, сайрағы сыңғырлақтың сыңғырлаған. Алалап ал кітапты қолдарыңа, құлдарың құдай семес, жалқау болған. Бұл күнді де күн бар екен көреді. Жас тиіп, тілекті Алла беретін. Жанашып жол бастаған жастарға ақыл тілеген азаматтар ереді. О баста зор осы ғой тілектің, зарлайтыны қайғы басып жүректің. Әруақ жары боп атқа мініп қамданды, демей алаш, әлім бітіп жүдеген. Құтты болсын, алашылы теңдігің,
көп жыл жүріп қолға түскен елдігің. Атқа мініп, ұраныңды шақырып, бірлік үшін басты қосқан елдігің. Жұрттың іші, жұрт қозғалса гүлденер, қызыл жасыл гүл бақшадай түргірер. Алалықты арадағы жойдырып, заман келді, бірге тұрып, бір жүрер. Алаштуын жені беретіп қолға алып, мынау жау деп қаймықпай еш қорғанып, үрім бұтақ нәсіл бәріңе кетіңдерші, бітпейтін бір жол салып. Жұртты сүйер, ерлер шығып қолбасы, саф азамат бағлан болып жолдасы. Жарық сәуле ендіретін қазаққа мәңгі жылдар жасасын алаш ордасы. Көзіңді аш, оян қазақ көтеріп асты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Кел балалар оқылып, оқыған көңілге ықыласпен тоқылып. Балалар оқуға бар, жатпа қарап. Елім-ай, бір сүн үшін міндік атқа, көзден жем қылмаймыз тебенді жатқа. Алаштуын көтеріп бұрындалық, қарамай шапқан қылыш, атқан оққа. Сонда ғана білім деп аталатын асылдас тот баспастан жалтырайды, жарқырай береді. Біздің қазақ байға, шіркін ақынға, ағартушы, жазушы мен батырға, соның бірі бейімгесі қазақшы. Аты мәлім барша әлем жаһанға. Оның сірә еңбектері ғажапты, әр жолында жігерменен қайратты. Елдің қамын ойлап өткен бейімбет, дара екен мына бізде қазақта. Ел ардағы ұлы тұлға бейімбет қатарынан қалған емес. Кейіннен жазғандары, ел тағдыры, ел мұңы, ұрпақтары, жырын оқып, сүйінбек. Ұмытпаймыз оның жазған хатында, бейімбет тұр ұлылардың сапында. О, алақай, қуанай бер балақай, біздің мектеп би ағаның ақында. Бісімілі сөз бастау ойдамына, жырыммен шашу шаштым тойларына, 90 күн сәлемдеген тойлауылғай. Тірлікте мінбесе де күлік бабам, келбетін ұлтымыздың ұлықтаған. Алаш деп аңыраған азаматты кінәсіз айыптаған бүлік қоғам. Жазушы, драматург, тума талант, биағаңдар білімді білікті адам. Ұлағатты ұрпағы біз болайық, ұлылардың есімін ұлықтаған. Бейімбет әдебиет майталманы, қазақтың қайғысы еді ой толғамы. Кезінде кеңестіктер қақпан құрып айтарын абақты да айта алмады. Мың алғыс атқа мінген ағаларға, көп болсын ұрпақ үшін айтарлары. Орыстың отары боп ғұмыр кештік, басқарып өзге ұлттың сойқандары. Ал бүгін азат елміз шүкір Алла, тегістеліп жолдың дөңес ойпаңдары. Мырқымбай Күлпәш атты еңбектері, Мырқымбай Күлпәш атты еңбегімен ұл өнердің бүгінде жайқалғаны. Еленіп биағаңның еңбектері, орындалды қазақтың қайтарманы. Өзгелерге кетпесін есеңдедім, қайран елім мерейің өсер дедім. Жаңарып жатырмыз біз биылғы жыл,
бұрын соңды болған мен көшеңдемін. Биағаңның мерейтой қарсаңында жерлестерге әдемі әсер бердің. Қуанышпен айтайын Бейімбет Майлин көшесіне тас жолдың төселгенін. Алғырдың ескерткіші ашылуда сөзбен жеткіз алмайтын әсердемін. Азаттықтың жолында құрбан болған ардақтай қалаштың көсемдері. Өзім жеткен жерге дейін сараптадым, иншалла болашақтау жанат бағым. Біткенісің болсын ел берекелі, ешқашан таусылмасын тағаттарың. Бейімбет ата мектебінің түлектері, жолында өмір талмасын қанаттарың. Шәкірттері биекеңдей тұлға болып, қашанда таудай болсын талаптарың. Осындай игі іске қатысалысқан жар болсын баршаңызға жаратқаным. Шашайық, шашу менен тойдың сәнін ашайық. Шашу, шашылсыншы бүгінгі той төрінде. Қуанышқа толы күндері болсын әркез үйіңде. Уа халайық, сүйіншіге толы күнің көп болсын. Шашу шашар, дастарханың, ырыздығың мол болсын. Қазақ топырағы қашанда талантты жандарға кенде болмаған. Шыңға біткен шынардай қадау-қадау шығармалармен өз жоқтығын бейіттеткен Бейімбет Майлин атамыздың 125 жылдығын атап өту иісі қазаққа ортақ олжа. Парасатты тұлғаның өмір дерегі мен тұңғиық әлеміне бүгін сізбен біз болып сыр шертіп ой бөліспекпіз. Олай болса, Арқаның саңлағы Бейімбет атты брифингке қатысушы қонақтарды ортаға шақырайық. Бияға немересі Әметер Әбілқасым қызы Сейітжанова ортаға келді. Бейімбет Майлин атындағы қордың президенті, бияға шөбересі Салтанат Әбүйірқызы Мұстафина. Абырайтанушы Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Серікбай Оспанұлы. Бейімбет танушы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Ақылбек Қожаұлы Шаяхмет. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, филология ғылымдарының магистрі, Шынар Исламбек қызы Төлегенова. Қостанай таңы облыстық газетінің тілшісі Қыдырбек Қиысқанұлы. Брифингті жүргізуші модератор, мектеп директоры, филология ғылымдарының магистрі Бірманова Қымбат Исламбек қызы. Қадірменді барша қауым, адам баласының өмірге толы өмір нәрін беретін тұрған үш күре тамыр бар. Бұл кеше, бүгін және болашақ деп аталады. Барлығы бірігіп тарих турайды. Көсем сөздің зергері Бейімбет Майлиннің шығармашылығында әдебиеттік барлық жанрынан өзін танытқан сүбелі үлес қосқан қаламгер. Туған жер, Сарыарқаның кең өлкесі, Сарыарқа қазағымның жер өркеші, тарихы ғасырлардан араласқан Бейімбеттей ақын шыққан ел еркесі. Мінекей қаншама дарабоздарымызбен ұлы тұлғаларымыз дүниеге келген қасиетті мекен. Мен енді осы брифингте алғашқы сұрағымды Дәмен апаға қойғым келеді. Дәмен апа,
Седірқали Байменші мен Тоқтар Бейсқұл ағаларымыздың шығармаларынан, зерттеулерінен білеміз би аға туралы. Енді осы атаның даңқын, атақ даңқын шығарып жүрген біреулер бар ма? Кім зерттеп жүр? Оның сыртында өзіңіз қызы Рәзияның яғни немересі Рәзия апайдан тарайды, сондықтан да естеліктер туралы сәл сыр шертсеңіздер. Регламент 3 минут деп отырмыз, өйткені әрі қарай жалғастыратын іс-шарамыз бар, сол себепті түйіндеп айтсаңыздар. Енді міне сол атамызды Тоқтар Бейсқұлов біраз жазды, біз біраз кездескенбіз. Сосын Серікқалимен де енді қазір енді әрі қарай біз қазір айтып отырмын ғой, 2014 жылы біз мына Бейімбет атамның қорын аштық. Енді оны қазір салтанат айтады. Әдейі осы атамыздың әрі қарай әлі жұмыстарын бәрі жалғастырады. Енді қазір жас ұрпақтар жалғастырады. Өткенде міне Қостанайда болды, Бейімбет Майлиннің стипендиаттары бар. Қазір міне біздің азаматтармен кездестік, солар енді айтты, әрі қарай біз енді жалғастырамыз, уже қазір бұрынғы емес, қазір современным заманауи енді кішкене орысша айтқаным енді солай, оған кешіріңіздер. Сол жастарға сенеміз, биыл енді жастар жылы дейміз ғой, осы жастарға сенеміз, әрқашанда әрі қарай атамыздың еңбегін әрі қарай биіктете береді. Енді осы жерде осы өзіміздің Қостанай еліміздің ақындарымыз бар, ағаларымыз. Солар да бәрін көмектесіп сөйтіп жатыр. Міне бүгін алғысымды айтамын. Жаңа жастар, балалар көрсетті, жас күндегі Бейімбет аталарымызды жаңа рахмет. Барлықтарыңызға тек қана қызық тілеймін, тек үлкен азаматтар болсын осы. Рахмет. Келесі сұрағымыз енді Салтанат Әбүйірқызы. Биағақ қорының президентісіз, Биағаның шөбересіз. Біз білеміз Шұғаның белгісін башқұрт ақыны Сафия Құдаш осы түпнұсқасын Қостанайдағы өлкетану мұражайында сақтаулы. Көшірмесін алуға біз енді сұраныс жасап отырмыз. Сол сияқты тағы да қандай құнды дүниелер бар. Өкінішке орай, ғаламторда біз Бейімбет Биағаның есімі берілгеннен кейін көптеген дүниелер іздестірдік. Өкінішке орай, тың дүниелер аз. Тіпті әлеуметтік желілерде де қазір аламан бәйге жариялап отырмыз. Деректі фильмдер, одан кейін жарияланған мақалалар болса, осыны қорға жинағымыз келіп отырады. Авторлық жұмыстар бар еді, осындай жоспарларымыз бар. Бастамасын бастап жатырмыз, алғашқы баспалдақтарын. Осы жөнінде қандай тың дүниелер бар сіздердің бізге бөлісетін, соны айтып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін өте біз үшін маңызды күн. Осы 7-ші лицей мектебінде біздің атамыздың есімі беріліп жатыр. Бәрімізге құтты болсын. Сіздің сұрағыңызға айтатыным осы біздің атамыздың ұлы Мереке Бейімбет ұлы 1973 жылы деректі фильм түсірген. Сол атамыз туралы соны да сіздерге жаңа қорға қосуға болады. Шығарма туралы атамыздың көп шығармалары енді белгілі, бірақ енді басқа 6 дейді ғой, 6 романы ол кісінің шынымен де мәнде жоқ, бірақ ол әлі біз ойлаймыз енді Алла қаласа мүмкін енді біздің осы шығатын шығар. Алла бұйырса табылып жариялайтын шығармыз. Осы құнды дүниелерді бізде сіздерден алсақ тіпті тамаша болар еді. Енді басқа бізде болған, бізде бар құжаттарды бәрін қолымызда болған сіздерге тапсамыз, оны сосын тағы да айтамыз. Рахмет. Сейітбай аға, Бейімбеттің шығармаларының көбісі елдің тағдыры, елдің мұңы. Биаға өзі айналамындағы және көргендерімді жазамын деген екен. Биаға сөзінен біз сол елдің мүшкіл халін, сол замандағы халықтың тауқыметін көре аламыз. Осы тұста енді Биаға жетер ешқандай суреткер жоқ десем де болады.
жас буынға биаға шығармаларына аса қызығушылықпен оқитындай қандай жаңа жолдарын ұсынар едіңіз? Енді басталған сияқты оның бәрі. Бейімбеттің балалары, осында оқитындардың бәрі Бейімбеттің ұрпақтары. Сондықтан енді Бейімбетті оқуға тиіс. Бейімбеттің біздің манадан бері көрсеткендеріміздің бәрі Бейімбетті ұлықтау. Міне оқу басталды деп ойлаймын. Ал енді Бейімбеттің жазғандарының бәрі шындық, сол қалпында жазылған. Тіпті адамның аттарының өзі сол күйінде алынған. Бәрі. Ана жалғыз пьесасына дейін бәрі өмірде болған нәрсенің бәрін жазған. Ал енді мен Бейімбет жайында Бейімбеттің хаттарын таптым, оны газетке шығардым, кітабыма кіргіздім. Сондай-ақ мен ана Бейімбеттің баласын Ерекені көрдім. Жары Күнжамалды көрдім. Күнжамалмен талай рет сөйлесіп, сұхбаттастым қасында отырып. Менің бақытым осы. Рахмет. Ақылбек аға, мынау тағдыр мен талант ұштасқан жазушылар осы Айқап, Серке журналдарында жарық көрді шығармалар. Биаға жазушы ретінде сол кездегі елдің тауқыметін жариялады. Енді журналистика, мынандай бір нені оқып едім сұхбатта. Журналистиканы кәсіп еткендер осы әдебиетке сіңу қиын деген бір сұхбатты оқыған болатын. Осы жерде сізге қояр сұрағым, осы ой туралы не дейсіз? Және жазушы журналист ретінде қазіргі жас журналистерге Бейімбеттің қандай қырлары бойынша ізденген дұрыс? Енді ондай пікірлер бар екені рас, бірақ журналистика жалпы қаламгерге ешқандай бөгет жасамайды. Керісінше оның тілін ұштау әрине. Көп жыл газетте қызмет істеген адам тілі кейде қарабайырланып жаңағы. Ол әрбір адамның, әрбір қаламгердің өзіне байланысты. Мысалы, биағын әнбебақ болды, универсал болды. Ол үшін оқшаулары, фельетондары, кешегі большевиктік жол ауыл газетінде жазған дүниелері, бұл енді былайша айтқан кезде мысалы Батпаққара туралы бір фельетон жазған ол. Батпаққара қазіргі Амангелді ауданы ғой. Сонда жаңағы Батпаққарадан шыққан сыбайласқа жемқорлық қазір де өтеп тұр ғой. Сол кезде де болған екен. Сонда ол кісінің фельетоны Батпаққараның бетпаққаралары деп аталды. Міне жаңағы керемет кәдімгі сөз тапқыштығы. Енді ел суреттері деген үлкен кітабы бар. Сонда көптеген оқшаулары, фельетондары басылған. Сонда бұл кісі мына бұрынғы Таран ауданы, қазіргі Дамбар болысы, ол кезде қазір Майлин атындағы сүйініш сұрауға болады. Есімі берілді үлкен ауданға. Сонда Асылбек деген мұғалім туралы жазады. Асылбек Дон Жуан болған еді. Соны атын атап жазады. Бейімбет Майлин қазір көзі тірі болса, мысалы соттан көз ашпас дейді. Өйткені болған жерді, мектептің атын, жаңағы ауылын айдың атын, колхоздың басқармасының атын, бәрін қаз қалпында, сол қалпында жазады. Мысалы, Жалбыр деген повесінде жазады, мен атам туралы жазады. Наурызбай деген Қазбайдың баласы сол кезде. Соны алып қосшы болған. Есмолда деген кісі. Есмолданың ексімденіп жүрген кезі. Есмолда деген бізде мына Қостанайтаны газетінде Есмол Енырсы деген машинистка болды. Ол соның жаңағы қызы болатын. Соны Есмолданың Есмолда үйінде айтады. Есмолдан қалай шауарман болған, жаңағы байларға қалай жалданып жұмыс істеген, сол маңайында жүрген. Ал Мырқымбай енді типтік образ ғой. Сондықтан мен журналистерге айтатыным, журналистика тілді ұстартуға көмектеседі. Радио журналистика болса ол сөйлеуге көмектеседі. Яғни оның ешқайсының зияны жоқ. Және биағаны қазір балалар ата деп жатыр ғой. 44 жасында өмірден өтіп кеткен. Ағамыз 44 жасқа дейін жаңағы 55 кітап жазып кеткен. Соншама дүниесі, мол мұрасы артында қалған біздің жастарға үлгі өнеге. Оны жаңағы Күлпашында да, Мақтымында да, айт күндері деген нелерін оқып отырсақ, әңгімелер мысалы, сол кездегі Совет үкіметінің кедей деп тудым, кедей деп өлем, гүлден сол гүлденеміз бәріміз деп, кеңес үкіметін жақтап отырса да, әр жағында астыртын түрде астарлап, көрпенің астымен, тысымен астары сияқты жаңағы. Сол кездегі халыққа келген аштықты, халыққа жасалған қастықты астарлап жеткізді. Мысалы, Жалбыр повесінде жазады, ол кезде мына әйеттің бойы жайнап тұратын, орыстың келмеген кезі ғой. Міне, оның әр жағында сол отарлау саясатына қарсылықты тек емеурмен білдіріп отырған байқауға болады. Сондықтан биағаның үлгі өнегесіне жастар үлкен өнеге алады ғой деп ойлаймын. Мына биағаның ауылдасы Сераған Серке Қожамқұл Алаш Мырқымбайдың өлеңдерін оқыған, осыдан бір 30 жыл бұрын Сераған келіп, Абырай Алтынсарин мектебінде үлкен кездесу өткізді. Сонда балалар қазақша киініп отырған, сонда орнынан тұра беріп еді, соған айқай салып Сераған, әй Мырқымбай! Мысал, Мырқымбайдың өлеңдері Сераған орындауында, жаңағы Мырқымбай туралы өлеңдері пластинкада бар.
сол пластинкалар табылса, сіздің мұражайда болса, нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет. Рахмет аға, пікірлеріңіз, үйлеріңіз үшін. Жас бейімбеттанушылар үшін қаншама жақсы тамаша мағлұмат деп есептеймін. Шынар Исламбек қыз, сізге мынандай сұрақ, сіз оқытушы ретінде бағдарламаға сәйкес биағаны өтесіздер. Кез келген адам бір тұлғаға еліктейтін рас. Сондықтан осы Бейімбет Жармағанбетұлының жазушылыққа, шығармашылыққа бет бұру барысында кімге түртті деп ойлайсыз? Осы жолға түсуіне кім себепкер? Құрметті ұстаздар, оқушылар, менде бүгін үлкен бір тойдың куәсі болып отырмыз. Әрбір адамның өзінің пір тұтатын тұлғасы болады. Сонымен Бейімбеттің де өзінің пір тұтқан ұстазы бар. Бейімбет ең бірінші Ғалия медресесінде Уфада оқып жүрген кезінде сол 10 жылдық болады. Сол 10 жылдықта бітірген түлектердің барлығын жинаған екен. Сол кезде ең бірінші рет мен Ахмет Байтұрсыновтың көзбе-көз кездестім дейді. Ахмет Байтұрсыновтың шығармаларын бұған дейін мен газет беттерінде, Қазақ, Айқап журналдарынан көрген болатын дейді. Бірақ бетпе-бет кездесу арқылы, ол кесімен тілдесу арқылы менің оған дейін шығармашылығыма шабыт берді дейді. Біз Бейімбетті білеміз, ең бірінші ақындықты бастады, яғни өлең жазумен бастаған. Кейіннен, яғни осы шығармаларының жазуына септігін тигізді деп өзінің Тоқтар Бейсқұловтың әрине мен шығармасымен еңбек арқылы келтіріп отырмын. Яғни шығармашылығыма менің үндеген, яғни маған серпіліс берген осы Ахмет Байтұрсынов деп өзін пір тұтады. Тамаша сөз бар. Асылы біздің осы замандастардың қайсысы болсақ та, Бейімбет Майлиннің киелі қолы, яки оның керемет редакторлық қаламы өте алдық демес едік дейді. Не осы Бейімбет атасы деген баспадан Қыдырбек Қисқанұлы келіп отыр. Мен осы жерде біздің сүйенетіміз, жаңа сіз айтып кеткендей, Байменшин Бейсқұловтың деректері ғой. 2019 жылдың 27 қыркүйегінде биаға арналған шығарылым шықты, арнайы биаға көптеген деректер алды. Енді біз білеміз, осы биаға ауыл газетінде жұмыс істеп жүрген кезде 74 дейміз, кейіннен жас ғалымдар 73 деп жатыр, 2 рет аталып кетті деп жатыр. Малай деген бүркеншік атпен осы мақалаларын жариялап тұрды. Енді осы ұжым бол биағаның 125 жылдығы қарсаңында қандай тың дүниелерді осы оқырмандарға әзірледіңіздер? Енді қадірменді ағайын, расымен де ауыл газеті кешегі 1922 жылдың 25 қазан маусым күні алғашқы саны жарық көрген ауыл газеті арада бірнеше атауын өзгертіп, жаңа большевиктік жол, коммунизм жолы дейді, одан жабылып қалып, қайтадан ашылды, сөйтіп келіп, Қостанай таңы болып, бүгінгі күні ел мен жұртымен қайттан табысып отыр. Енді мен қай кезде қарасаңыздар да, осы Қостанай таң газеті биағаң жайында қалдырып көрген емес. Биағаңды үнемі жаңағы қысқа цитаталар болсын, қысқа әңгімелер болсын, соларды газет үнемі беріп отырады. Дегенмен биыл атамыздың 125 жылдығы жаңа мерейтой болғаннан кейін, осы биағамызға айрықша мән беріп отырмыз. Енді расымен де ел арасында биағаң туралы биағаңның шығармалары деректер табылып жататын болса, әрине оны газет бетіне шығарып отыруға әзірміз. Енді мысалы бүгінгі шараның өзі қаншама биағаң туралы жаңағы айтылған ойлардың бәрі сол газет бетіне түседі. Мысалы бүгінгі шараның өзі газетке дайын тұрған мақала деген сөз. Мен осыдан 2 жыл 3 жыл бұрын жаңағы төте жазумен жазылған Қостанай газетінің, сол кездегі ауыл газетінің жаңағы архивтерден бірнеше парағын тауып алып, осы Ақылбек Асымен де ақылдасып жүрдім. Соның ішінде көп мына лақап атпен жазған авторлардың ішінде жаңа сол биағаңның 70-тен астам лақап аты бар ғой, сол
ішінен кездестірмедім, жаңағы Ақылбек ағадан да сұрадым, мынау лақап кім екен, мынау кім екен деп. Бірақ енді қарасаңыз, сол қаншама лақап атпен жазса да, сол кездің жаңағы тіл шұрайлығы, енді газеттің сапасын білесіздер, енді нашар болса да, жаңағы тіл шұрайлығы сақталған, жаңағы Ақыл ағам айтпақшы, жаңағы бәленше жерде бәленшенің қызын алып қашып кетіпті, бәленше жерде бәленше қалада сауда ана жерге келмей қапты, жолда қарақшылар тонапты деген. Соны жаңағы тура мағынасында тура айта берген жаңағы. Сол себепті тағы да архивтерден басқа да мына ел арасында биағаңа қатысты деректер табылып жатса, оны газет бетіне сүйіншілеп тұрып жариялауға әзірміз. Ойдың брифингіндегі ғибратты сұхбаттарыңыз үшін рахмет. Өздеріңіздің тілектеріңізді, пікірлеріңізді бір ауыз сөзбен білдірсеңіздер, осы білім ошағына. Біз кезінде біз Ильичтің ұрпағымыз, ұлы Сталин ұлымыз дегенбіз. Ал енді өздері Бейімбеттің ұрпақтарысында. Бәріміз де Бейімбеттің ұрпағымыз. Сондықтан Бейімбетті ұлықтау, Бейімбеттің шығармаларын оқу, оны жұртқа насихаттау сіздердің борыштарыңыз. Араларыңнан ақындар шықсын, керемет жазушылар шықсын, ұлттың қамын ойлайтын ұлдар шықсын. Бәріміз деген биағаң туралы жазған бір өлеңімде біздерді тұрар бағып қабағымен ауылға қарауылға қойған ақын деп жазғаным бар еді. Қазір ауылымыз азып, жеріміз тозып жатқан тұста көп жағдайда жаңағы биағанның, Шоқанның күн түймесі, биағанның жаңағы Ақтөбесі, Мұхамеджан Серайның өрнегі сияқты ауылдар қазір дамымайтын ауылдардың қатарына жатқызылған. Олар шын мәнінде туристік маршрут жасалатын, халық ағылып келіп көретін, Толстойдың Ясный Полянасы, Чеховтың Мелихов сияқты керемет қасиетті киелі жерлер болу керек. Сондықтан да ауылымыз көгерсін, жасарсын. Осы көбісі ауылдан келген балалар, қазір Сарыбай қаласында. Рудныйдың бұрынғы атауы Сарыбай тұрып атқан балалар. Соларға биағаның ауыр тағдырын бермесін, биағаның тамаша жолын берсін, биағат мұрасынан сусындап, ауылымызды көгертетін жастар сіздердің араларыңыздан шықсын деген. Ал енді міне бүгін осындай керемет осы Рудныйның мектебін ашып, сондай керемет әсер алдық. Мен сізге рахмет айтамын, қымбат ескеріңізді. Ал енді мына бүгін көрсеткендеріңіз мына балалар, сіздерге тілейтінім прям керемет балалар, жаңағы Бейімбет атамның образдарын, жаңағы жаңа жалғыз Бейімбет атамыз емес, Ахмет Байтұрсынов бар аталарымыздың керемет прямо талантты балалар болсын. Осы балалар сіздер, тек қана сіздерге тілейтінім табыс тілеймін, жақсы оқыңдар. Осы мектеп Бейімбет атамыздың әдейі атағын алғаннан кейіндей, осы сіздерге сенеміз, сіздер ары қарай осылай өсе беріңіздер. Мектеппен енді осы мектеп ашылғаннан кейін біз сіздермен біргеміз, біз енді бәріміз жақынбыз, сіздер біздің балаларымыз боласыздар. Әрқашанда тек қана қызық, бақыт, бақ-дәулет, ырыс бәрі осы сіздерге болсын. Ұстаздарға сіздерге көп рахмет, әкімшілікке рахмет, барлықтарыңызға осындай осы атамыздың әруағы әрқашан сіздер барлықтарыңыз қолдап жүрсін. Құрметті ұжым, мектептің директоры қымбат Исламбекқызы, мұғалімдер, құрметті әкімшілік, құрметті қонақтар, сіздерге алғысымыз шексіз. Атамыздың есімі мәңгілік. Осы келесі ұрпақтармен біздің атамыздың да дәрежесі де өсе береді. Себебі менің әжем Разия Бейімбетқызы айтатын, кезінде көп қиыншылық көрген. Сол кезде айтатын, жылап, менің әкем тірі, менің әкем өлген жоқ деп. Осы бүгінгі күн дәлелдеп отыр сол кісінің сөздерін. Енді осы
оқушыларға тілейтінім сәттілік жолдарына қашанда ақ болсын, сәтті болсын. Біздіңгі осы білімде, ОПТ-да тек қана грантқа түсіңдер. Ал жанұяларымызда бақыт тілеймін. Әрқашанда Қазақстанымыз тыныштық, бейбітшілік заманымыз бәрімізге жақсылық болсын, қуаныш болсын. Көп рахмет сіздерге. Ұлы тұлғаларымыздың кейінгі ұрпаққа қалдырған шығармаларын ұлықтау бұл біздің міндетіміз. Сондықтан Бейімбет Майлин атындағы ашылып жатқан мектептің түлектерін Ақан атындағы университетке шақырамын. Бірлесе отырып ғылыми жұмыстар жазуға, Ақылбек ағайымыз отыр мінеки университет. Және іздену жұмыстарын жүргізу арқылы қордан, мектептен бірлесіп жұмыс істесек, біз ұлы тұлғалардың шығармаларын биікке шығарамыз деген үміттеміз. Қадірменді ағайын, Бейімбет Майлин десе ауыл газеті. Ауыл газеті десе Қостанай таң газеті. Бүгінгі міне Қостанай таң газеті бәрі сабақтас, бәрі биағамның атымен біздің газетіміз жаңа қатар аталады. Сол себепті осы ортада қаншама Бейімбет Майлиндер отыр міне. Қарап отырсаңыздар. Осы газетімізді таралымын көбейтіп отырғанда осы сіздер оқырманы. Сол себепті бүгін мына биағамның атын алып отырған мектеп осы Қостанай таңның Сарыбай қаласындағы ауылы деп есептейміз. Мен бүгін газет басшылығының атынан өздеріңізді бүгінгі мерейтоймен, бүгінгі үлкен шараларыңызбен, тойларыңызбен құттықтай келіп, енді құр қол келген жоқпыз. Мынау алғыс хатымызды, сосын Қостанай таңның жанашыры деген куәлік бар, соны табыс етуге келдім. Қарашаңырақ Қостанай таң газетінің дамуына сүбелі үлесін қосып, таралымын кеңейтуге атсалысып жүрген Қостанай таңның жанашыры Бейімбет Майлин атындағы мектеп гимназиясының директоры Қымбат Исламбекқызы және осындай алғыс хатпен ардагер ұстаз Раушан Дәуітбайқызы Рамазанова марапатталады. Ал енді жаңа мынау биаға туралы тың дүниелер жазылама деген жақсы сұрақ қойдыңыз. Енді оны жазуға осындағы болашақ бейімбеттер үлес қосады деп сенем. Сол себепті мен қазір осы мектептің бірнеше оқушысына жас тілші деген мына куәлікті тапсырғалы тұрмын. Мөлдір Айтмұратова. Музейде ме қазір? Так, Дариға Қуатова бар ма? Құтты болсын. Жазардың көбейсінен бар. Және 5-ші сынып оқушысы Таңыр Сәбитбек. Енді газетке үнемі өздеріңіздің сүбелі мақалаларыңызды жазып, өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, әрі қарай шығармашылық жағынан да, қай жағынан да үнемі байланыста боламыз деген сеніміміз бар. Рахмет сіздерге. Шари ортақ, тұлға ортақ. Олай болса, биаға барда, биағаның өлшеусіз өмірі ешқашан жоққа шығарылмайды. Бұл биаға
журналист, қаламгер. Сондықтан өнердің өрінен, бақыттың төрінен көрініңіздер. Төрінен залал болмаңыздар. Қаймана қазақтарда бейімбеттей алаштың ардағы ұмытылмайды. Мектебімізде, қаламызда биағаның 125 жылдығына орай конференция, көркем сөз оқулары, шығарма байқаулары ұйымдастырылды. Қаламызда мұғалімдер арасында өткен ғылыми-практикалық конференция қорытындысы бойынша оқ бойы озып шыққан үздіктерді марапаттау үшін Асылдың сынығы биағаның немересі Дәметер Әбілқасымқызын және Бейімбет Майлин атындағы қордың президенті, қаламгердің шөбересі Салтанат Әбүйірқызын сахна төріне шақырамыз. Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына арналған ұлылар ұлағат атты мұғалімдер арасында қалалық ғылыми-практикалық конференцияда 3-ші орынға ие болған Дмитрий Карбышев атындағы номер 14-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Усманова Айгерім Қайратқызы марапатталады. Мұғалімдер арасындағы қалалық ғылыми-практикалық конференцияда 2-ші орынға ие болған номер 19-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Смағұлова Гүлжазира Ғиниятқызы марапатталады. Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына арналған қалалық ғылыми-практикалық конференцияда 1-ші орынға ие болған 7-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Байкенова Ғалия Қайырбекқызы марапатталады. Білім ошағына деген ыстық лебіздерін білдіру үшін биаға ұрпағы Мейрам Бақбергенұлын ағамызды ортамызда шақырамыз. Ал құрметті қауым, құрметті әкімшілік, құрметті біздің директорымыз қымбат Исламтанқызы, бүгінгі осындай жақсы осы біздің бей атамыздың мерейтойын жасатып, бәрін осы үндіз дұрыстап істегеніңізге көп рахмет айтамын. Енді қаншама осы бүгінгі тілектер айтылып жатқан, осы ағаларымыздың тілектері қабыл болсын деймін. Осы атамыздың атағы берілген школа гимназияға болашағы жақсы деп ойлаймын. Енді осы талантты балалар бәрі де үлкен жігіт болсын деп тілеймін. Көп рахмет. Келесі сөз кезегін Рудный қалалық білім бөлімінің кәсіподақ төрайымы Мырзатаева Амина Оразақызы және де Дарын ғылыми-практикалық орталығының директоры
Гүлнар Көшкенқызына береміз. Бүгінгі Рудный қаласының осындай Бейімбет Майлиннің 125 жылдық мерейтойына арналған іс-шараға қатысушы қонақтарға, мектеп басшыларына, Елена Вадимовнаға шын көңілден алғысымызды білдіреміз. Олардың есімі осындай азаматтардың, осындай мектептің, осындай түлектердің арқасында есте қалады, есте сақталады. Сондықтан осындай іс-шарамыз көп болсын демекпін. Сол себептен қалалық білім бөлімі атынан және қалалық кәсіподақ ұйымы атынан осы жаңада есімі беріп жатқан мектепке үлкен алғыс хатымды жолдағым келіп тұр. Алғыс Рудный қаласы әкімдігінің Бейімбет Майлин атындағы номер 7 мектеп гимназиясы ұжымына, сіздерге егемен елдің жарқын болашағы, жас ұрпақты білім нәрімен сусындатып, білім беру саласына қосып келе жатқан салмақты үлестеріңіз үшін мектептің 10 жылдық мерейтойы қарсаңында шын жүректен алғыс айтамыз. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс тілейміз. Сонымен қатар әрқашан биіктен көріне беріп, осы есім ылғи сіздердің алдарыңызда жалауларыңыз болып жарқырай берсін деп айтқым келіп тұр. Қымбат Исламбекова, сізге алғысымыз шексіз. Осындай қалалық республикалық көлемде ұйымдастырып отқан іс-шараларыңыз үшін көп рахмет. Келесі сөз кезегін Дарын ғылыми практикалық орталығының директоры Гүлнар Көшкенқызына береміз. Құрметті қонақтар, құрметті мектеп ұжымы, оқушылар, мен бірақ кешірім сұраймын, директор емеспін, директордың орынбасары. Мен Гүлнар Көшкенқызына келе алмады, өкінішке орай. Дарын орталығының атынан, Қостанай Дарыны ғылыми практикалық орталығының атынан сіздерді осы тамаша мерекемен құттықтаймын шын жүректен. Осы мектеп гимназиясына ұлы жазушы Бейімбет Майлиннің аты беріліп отырғанына өте қуаныштымыз. Міне атқарып жатқан жұмыстарыңыз өте көп. Маған бұл іс-шара өте ұнады. Сіздерге, балалар және мектептің ұжымына, мұғалімдерге табыс тілеймін. Сіздер осы облыс бойынша көптеген шығармашылық байқауларға, зияткерлік байқауларға қатысып, жақсы бір жетістіктерге жетіп көрініп жүрсіздер. Алдағы уақытта да сіздерге табыс тілеймін. Бұдан да жоғары жетістіктерге, жеңістерге жете беріңіз. Ордасында талай ай сайлаған
ырзылықта талай ай сыйлаған құрбыларым да бар еді ей қалсайшы бір күн ай құрдас деді ей жанымды да талай ай қыздарымдай бар еді шалқиып та береді ай атамның бақыты қасындай алам деді ей саусақтардай майсын алтыды қанатай яғырды әлі де үміт етермін өздерде бір қонақ болар деді ей сары шалғайдай шабысты Бүгінгі мерейтойда өздерінің жылы лебіздерін білдіріп, ыстық ықыласына орағысы келіп отырған би ағамыздың немересі Дәметер Әбілқасымқызы мен шөбересі Салтанат Әбүйірқызын ортамызға шақырамыз. Құрметті ағайын, біз енді бүгін осы мектепке би атамыздың атын берілгені үшін сол құттықтаймыз. Біз де жай келген жоқпыз, осы жерге келіп, сіздерге өзіміздің беретін подарктарымыз бар, солар берейік. Осы мектептің ұжымы марапаттау рәсімін бастайық. Өміржанов Сарсен Қаукенұлы. Специально спецзаказбен Бейімбет Майлин атамыздың 125 жылдығына арналған медаль. Театр жетекшісі Әлихан Мырзахан. Жұмабаева Гүлжанат Тиышбаева. Мынандай атамыздың календары әдейі. Біраз азаматтардың бар. Міне, Тоқтар Бейсқұлов, Олжас Сүлейменов, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов, ішінде Разия Майлина, қызында несі бар, Ғабит Мүсірепов, Илья Шансүгіров, Сакен Сейфуллин, Қаратаев. Солардың жетістіктері бар.
Бейімбет Майлинаның туғанына 125 жыл мерекелік төс белгісімен марапатталады. Мырзағалиева Салтанат. Құтты болсын Салтанат. Бақытты болыңыздар. Мұстаубаева Сәуле. Молдабекова Бақытжамал. Рахмет, құтты болсын. Ембергенова Фарида. Өміржанов Сарсен Каукенова. Хымбар Исламбеков. Жақсылық тілейміз сізге, осылай оқи берсін мектебіңіз. Құтты болсын. Міне сізге міне бейімбет атамның кітаптары.
бүгінгі кешіміздің естелік болып қалсын деп біздің Виана мектебінен сыйлықтарын қарсы алуымыздар. Қазақтарда, ұйымдарда мінекей Виана шаңырағынан беріп осы сыйлықтарды табыс етуде. Оқушылар қолымен
болса батырларымен ерлікті, өлшеуге болса ұранымен елдікті. Сонау бір күнде өрісін созған өнердің өлшеуге болар бейімбекпен кеңдікті. Далада үнсіз тауындай биік солаған дамылсыз жазып, кітаптан сайрай қалған. Бейағындай ұлы тұлғаларға арналған іс-шаралар өз жалғасын табады. Құрметті бүгінгі жиынның қадірлі қонақтары. Бүгінгі ұлы тойға мерейлі Бейімбет Майлиннің 125 жылдық мерейтойына бізбен бірге, бізбен сіз болып тойлағандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерді Ильяс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында сағат 15:00-де болатын би ағамызға арналған қаламгер туындысын көруге баршаңызды құрметпен шақырамыз.